осы конституцияны, жаңа конституцияны әзірлеудің өзі бүгінгі Қазақстанда өте прогрессивті қадам екендігін қарастыруымыз керек. Өйткені 1995 жылғы конституция бүгінгі таңда моральдық тұрғыдан ескеріп қалған. 95 жылы өздеріңізге белгілі, Қазақстанда өте ірі экономикалық дағдарыс болды. Адамдардың барлығы нарыққа жаңа ғана үйреніп жатты. Сондықтан конституцияның мәтінімен таныспақ түгіл, оны талқылауға да ол кезде адамдардың жағдайы болмады. Бұл конституцияны 15 адам жазған, және тағы бір баса айта кететін мәселе, 1995 жылғы конституция ол орыс тілінде жазылған. Бүгінгі конституцияның мәтіні мемлекеттік тілде жазылған, және оны осы қалыптастыру аясында бүкіл Қазақстаннан 130 адам араласты. Бұлар конституционалисттер, теоретиктер, практиктер аймақтарда, және әртүрлі азамат активистері. Сонымен бірге осы жаңа мәтінге 10 мыңнан астам біздің халқымыз өзінің ұсыныстарын берген. Біз енді бір жеті болды, аймақтарда барып келдік. Шынын айту керек, бүкіл аймақтарда жаңа конституцияның мәтінін халқымыз толыққанды қолдап отыр. Бұл ең негізгі мәселе.